20 ғасырдың 20-30 жылдары Қазақстан тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Бұл жылдар ел өміріне сталиндік тоталитарлық жүйенің орнауымен және жаппай саяси қуғын-сүргінмен есте қалды. 1928 жылдан бастап кеңес өкіметі байкулактарды тап жауы деп жариялап, олардың мал-мүлкін тәркіледі. Бұл саясат қазақ ауылына үлкен қасірет әкелді. Күштеп ұжымдастыру мен тәркілеу салдарынан халық ашаршылыққа ұшырады. Мыңдаған адамдар туған жерін тастап, босып кетуге мәжбүр болды. 1937-1938 жылдары саяси қуғын-сүргін шарықтау шегіне жетті. Бұл кезең тарихта үлкен террор деген атпен қалды. Қазақтың ең көрнекті зиялылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және басқа да қайраткерлер жазаға ұшырады. Қуғын-сүргін тек жекелеген адамдарды ғана емес, олардың отбасыларын да қамтыды. Халық жауының отбасы мүшелері ретінде әйелдер мен балалар да қорлық көрді. Бүгінде біз саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, олардың рухына тағзым етеміз. Бұл тарих алдындағы парызымыз. Өткенді ұмытпау, болашақты қорғау. 20 ғасырдың зұлмат жылдары бізге бір маңызды сабақ қалдырды. Әділетсіздікке жол бермеу және адам құқығын қорғау әр ұрпақтың міндеті.